Қазақта құрт көже деген тағам болады, ұлттық тағам. Құрт қосып, сары май қосып, тұз қосып жасайтын өте құнарлы, суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда ыстық құрт көжеден 1-2 кесені ішіп алып, тас бүркеніп жатса, жаңағы осы құрамындағы құрттың әсер беріп, тез жазылып кететін. Осындай құрт көже болады. Қазір соны құрт көжені қалай жасауды мен сіздермен бөлісемін. Құрт көже деген дәм өте құнарлы, сондай. Балада ішуге болады, үлкендерге де ішуге болады. Қысы жазы ішуге болатын осындай дәм құрт көже деген. Құрт көже дайындау үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Оған ұн, мінекей, тұз, құрт және сары май керек. Мына жерде сары май бізде топленый дейді, ерітілген сары май. Содан алдық, соны қолданамыз. Құралдардан бізге мынандай бос ыдыс керек және араластырғыш керек. Мінекей, құрт көжеге біз 2 литр суды ысытып жатырмыз. Суға жақын ысып енді қызып жатқан кезде біз бұған жаңағы дайындаған қоймалжың, ұннан жасалған қоймалжыңымызды араластырамыз. Енді мынау дайындаған ұнды, ұн бір жерде 200 грамдай, 1 стакан ұн, соны толығымен ыдысқа салып аламыз. Үстіне мынадай 200 грамдай су құямыз. Сосын әбден түйіршіктері біткенше біз оны араластырамыз. Қоймалжыңды, ешқандай ірімдігі жоқ, соны араластырып тұрып, араластырғышпен қайнайын деп жатқан суға құямыз және араластырып тұрамыз. Ыдыс тағы да керек болады. Мынау құртты біз осы араластырғышқа салып алып, әбден езіп, сосын барып құйған жақсы болады. Құрт көже жаңағы ұн қайнап жатыр. Ол қатты, от астында қатты болатын болса, не қылып кетуі мүмкін, тасып кетуі мүмкін, байқап отыру керек. Егер тасып бара жатса, былай араластырып, жаңағы басып қойған жөн. Енді менің құртты қоймалжың қылып, кішкене су қосып, әбден ездім. Езіп қойдым. Енді осының үстіне дайын құртты құямыз. Бір ішінде ірімтік несі жоқ, бірыңғай қоймалжың. Енді араластырғаннан кейін, құйғаннан кейін құртпен жаңағы қайнап жатқан ұнды, ұн әбден араласу керек. Бұдан кейін кішкене бір бұрқ өткізіп қайнатқан жөн. Өйткені жаңа біз құртқа кішкене не құйдық. Жаңағы су құйдық қой, салқындау су құйып, біз оны араластырдық. Құрт көжеге енді мынадай сары топленый май, сары май, сиырдың кәдімгідей қарындағы майды неғып алғам, ерітіп алғам. 2 қасық салдым мен, 2 литр 2 қасық салдым. Бұл енді мынау қатты ыстық құрт көженің ішінде өзі әбден еріп кетеді. Бірақ дегенмен былай араластырған жөн. Енді бізде тек қана тұз ғана қалды салатын. Тұзды қазір ненің тұзы болады, құрттың өзінде де тұз болады, сондықтан біз тұзды кішкене байқап саламыз. Қазір 1 қасық салдым, кәдімгі ас тұзы. Енді тағы жарты қасық салам. Мынау кішірек қасық қой, мынадай. Үлкен қасық емес, кішірек қасықпен. Өйткені біздің құрт көжеміздің жаңағы 2 литр суға істеліп жатыр. Үстіне тағы да 1,5 литрдей қосылды.